Маған ерекше ұнап отыр, шынын айтайын. Бір жұп болса екен деп отырмын. Айта қойыңыз, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Саламатсыз ба, ханым? Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Сұрағымды Индира есімді қызға қойсам деп едім. Индираға, жақсы. Қойыңыз. Индира есімді қызға қойсам деп едім. Индира, саған сұрақ. Айтыңыз. Индира ханым, сіз Қызылордаға келін болғыңыз келе ма? Жоқ, ары қарай айтсайшы. Қызылорда облысы, Жалағаш, қай жер? Қазалы ауданы. Шиеліге келін болғыңыз келе ма, Шиеліге? Қайда? Шиеліге. Аудан орталығына ма? Мен ғой Жеңгетай. Ауыл. Шиелі аудан орталығы ма? Ауыл дейді. Қандай ауыл? Ауылға, Балаби деген ауылға. Ой, қандай ауыл? Шиелі аудан орталығы. Нешінші жылғысыз? Немен айналысасыз? Мәссаған, апа жауап беріп кетті. Жоқ, одан сұрап жатырмын ғой мен. Бас салып, Индира? маған көнесің ба деймін. 91 жылғымын. Болады. Апа 91 жылғымын. Болады. Жұмыс қалай жұмыс? Немен айналысасыз? Дұрыс па, Мектепте мұғаліммін. Қандай пәннен сабақ бересіз? Физкультура, дене шынықтыру. Дене шынықтырудан сабақ береді. Жақсы. Бұл деген негізі бар ғой, жаман емес нәрсе. Яғни сіз тікелей эфирге хабарласа отырып, енді бұл жердегі жігіттердің намысына байланысты ғой. Біз 3 жігітке 3 қызды атастырып отырмыз ба десе, бұл жігіттердің үстінен басып озып, сіз өзіңіз қолқа салып отырсыз, құда түсіп отырсыз. Сондықтан жігіттер үндемегенге қарағанда, емін еркін онда қыздың өзі жауап берсін енді. Тұрмысқа шығу бұл адам өмірінде бірақ рет болатын нәрсе да, мен үшін бірақ рет тұрмысқа шығу керек. Алланың бұйырған болады, бірақ мен өзім ауыл, қала деп бөлмеймін. Шын бақытыңды кездерсең, ол қайда болса да барасың. Ол Қызылорда бола ма, ол Тараз бола ма, ол солтүстік бола ма, батыс бола ма, ол бәрібір. Ол Африка бола ма, Аргентина бола ма? Тек өзің бақытыңды, нағыз бақытыңды кездерсең. Өзге ұлтқа шығу? Жоқ, мен оған түбегейлі қарсымын.